Сәлеметсіздер ме? Бүгін птичье молоко тортын дайындаймыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы жылы сары майға шекер саламыз және 7 жұмыртқаны сары уызын саламыз. Барлық өлшемдері осы видеоның астына жазып кетемін. Енді бөлек ыдысқа ұнға разрыхлитель және ваниль шекерін қосамыз. Ұнды аздап себе отырып миксермен араластырамыз. Духовкамызды 180 градусқа қосып қоямыз. Осындай масса шығады. Оны екі бөлікке бөліп, пергамент қағазын жайып, осылай жайып шығамын. Ылғал қасықпен ақшыл сары түске енгенше пісіріп аламыз. Желатинді алдын ала 1 сағат бұрын суға араластырып қоямыз. Осындай масса болады бізде. Оны жылытатын кастрюльге саламыз. Сонан соң үстіне қант саламыз. 4-тен 1 шай қасық лимон қышқылын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сонан соң газға жай отқа қанты ерігенше қыздырып аламыз. Қайнатпаймыз. 70 градусқа дейін шамамен қанты ерігенше араластырамыз. Сонан соң суытып қоямыз. Мінекей біздің қоржы пісті. Оны жиегін тәрелкемен түзеп алдық. Енді сары май мен сгущенканы араластырамыз. Бұл креміне қосылады. Яғни суфлеге миксермен араластырамыз. Бізде ақ крем пайда болады. Салқын жерге қоймаймыз. Бөлме температурасында тұра береді. Енді бізде суфлеге 7 жұмыртқаның ақ уызы, 1 шымшым тұз. Осыны миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде қатты пена пайда болу керек. 10 минутқа дейін араластырамыз. Кішкене көпіре бастағанда қант салып жібереміз. Әбден жақсылап миксерді айналдыра отырып араластырыңыздар. Менде осындай масса шықты. Енді жаңағы суыған біздің желатинімізді аз-аздан құйып араластырып отырамыз. Желатин құйған кезде ол басылмайды. Қайта массамыз көбейеді. Желатиніміздің барлығын құйып болдық. Бізде осындай масса шықты. Енді сгущенка мен май араласқан кремімізді салып, күрекшемен араластырамыз қолмен. Жақсылап араластырып болған соң, тортымызды жинайтын ыдысқа астына және жиектеріне пергамент қағазын жаямыз. Алдымен бірінші қоржды саламыз ортасына. Сонан соң массамыздың көп бөлігін құямыз. Онан кейін екінші бөлігін саламыз. Оның үстіне тағы да массамызды құйып, тегістеп шығамыз. Барлық массамызды құйып болған соң 2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Желатиніміз барлығы бірігу керек. Сонан соң үстіне шоколадты ганашымызды құямыз. Ол үшін ыдысқа сары май және шоколадты салып, кішкене ери бастаған кезде оны оттан алып араластырамыз ерігенше. Еріген шоколадымызды тортымыздың бетіне құямыз. Шоколад өте ыстық болмау қажет. Өзіңіз көресіз. Мінекей біздің 2 сағат тоңазытқышта тұрған торт. Үстіне шоколадты құйдық. Осылай ағызсаңыздар болады. Әрі қарай қасықпен жағып шығамын және тоңазытқышқа 5 минутқа салып аламын. Сонан соң менде қалған шоколадымды су ваннасында ертіп аламын, май қоспаймын. Үстіне әсемдік ретінде қолдансаңыз болады. Мінекей тоңазытқыштан алдық. Жиегіндегі біздің қағазымызды алып тастаймыз. Сонан соң су ваннасында еріген шоколадтарымен әсемдеп шығамын. Мен осылай әсемдедім. Тортымызды әсемдеп болған соң тағы да 5 минутқа тоңазытқышқа салып аламыз. Бұл жерде тортта ең бастысы жұмыртқаны әбден пена болғанша көпіртіп алу керек. Егер көпірмесе, мұндай воздушный болмайды. Біздің суфле птичье молоко тортымыз дайын. Өте нәзік.